Сәлем достар, бүгін мен сіздерге параллель әлем деп аталатын ғылыми фантастикалық фильм туралы айтып беремін. Абайлаңыз, спойлер болады. Фильм қос тартылыс күші бар ғаламшардағы тіршілік ережелері туралы айтатын дауыспен басталады. Бұл дүниеде екі планетаның бір-біріне жақын орналасқаны сонша, ол аспанды жауып тастайды. Төмендегілерге жоғарыдағы планета төңкеріліп көрінеді. Тартылыс ережелері екі планетаға да қолданылады. Сондықтан адамдар басқа планетаға бара алмайды. Өйткені өз планетасының тартылыс күші оларды төмен түсіреді. Үш негізгі заң бар. Қос тартылыс үш заңын әрбір адам білуі керек. Біріншіден, барлық материя бір ғана тартылыс күшімен, атап айтқанда, олардың туылғандағы планетасының тартылыс күшіменен тартылады. Екіншіден, кез келген заттың салмағы кері материя деп аталатын қарама-қарсы дүниенің материясының көмегімен алмастыруға болады. Үшінші, кері затпен бірнеше сағат байланыста болғаннан кейін жанасу заты күйіп кетеді. Жоғарғы әлем жоғарғы, ал төменгі әлем төменгі деп аталады. Екі дүниенің жағдайы екі бөлек. Жоғарғы әлем жоғары дамыған және бай, ал төменгісі дамымаған кедей. Жоғарғы дүниенің тұрғындары төменгі әлемнің мұнайын пайдаланып, оларға электр қуатын өте қымбат бағаға сатады. Олар төмендегі ресурстарды пайдаланады және өркендейді. Қарама-қарсы планеталардағы адамдарға бір-бірімен байланысуға қатаң тыйым салынады. Бұл заңды бұзу өліммен немесе бас бостандығынан айырумен жазалануы мүмкін. Екі ғаламшардың адамдары арасындағы жалғыз заңды байланыс Трансмир компаниясының бас кеңсесі. Бұл екі әлемді байланыстыратын зәулім ғимарат. Төменгі әлемге жоғарыдан келген адамдар туризм немесе төбеде билеу сияқты әуестері үшін барады. Бірақ төменгі жақтағылардың ондай мүмкіндігі жоқ. Бұл туралы айтып отырған дауыс Адам есімді кішкентай баланың дауысы. Адам төменгі дүниенің адамы. Оның ата-анасы көп жылдар бұрын қаланың жартысын қиратып кеткен зауыт жарылысынан қайтыс болды. Сондықтан ол балалар үйінде тұрады. Оның жалғыз туысы демалыс күндері баратын Бекки апай. Адамның өміріндегі жалғыз қуаныш ұшақтар мен апасының ұшатын қимақтары. Ұшақ модельдері мен апайы ұшыратын қимақтар. Бірде ол Беккиде болған кезде, ол оған қимақ ұшатын құпия рецепті туралы айтып береді. Оның құпия рецепті қызғылт ара тозаңдарын пайдаланады. Қызғылт аралар екі дүниенің тозаңын жинайды. Оны тек Шалфей тауынан табуға болады. Сондай-ақ оған қызғылт аралардың құпиялары туралы кітапты көрсетіп, оны адамға есейген кезде беруге уәде береді. Бір күні Бекки адамды таудан тозаң жинауға жібереді. Бұл күн оның өміріне түбегейлі өзгерткенін айтады. Ол бұрын соңды болмаған биікке көтеріліп шыңға жетеді. Сол жерден ол жоғарғы әлемді анық көреді. Адамның қолында қағаздан жасалған ұшақ бар. Оны лақтырып жібереді. Ол ұшып келесі әлемнің жеріне қонады. Оны бір сұлу қыз тауып алады. Адам оған қарап екеуі күледі. Ал одан әрі онсыз да түсінікті. Бірнеше жылдардан кейін Адам әдемі жас жігітке айналады. Содан бері ол және сүйіктісі Эйден жұп болады. Олар күнде бір жерде кездеседі. Сол күні Адам да тау басында Айденді күтіп отырады. Және олар кездеседі. Ал Адам Айденді өзіне қарай тарту үшін тартылыс күшінің екінші заңын қолданады. Ол оған арқан байлап, оны төменге түсіреді. Олар орманды серуендеп жүреді. Адам Айденді орнында ұстап тұрады, бірақ кенет олар мылтық дауысын естиді. Олар төбенің басына қайта оралады. Адам Айденді жоғарыға жібергенде күзетшілер оны атып тастайды. Оның қолынан арқан сырғып, Айден басын жоғарыдан жерге соғады. Ол оның басынан қан ағып жатқан жерде қозғалмай жатқанын көреді. Осы уақытта күзетшілер Адамды ұстап алып, Беккиден алып түрмеге қамайды. Олар Беккидің үйін де өртеп жібереді. Осыдан кейін 10 жыл өтті. Адам қазір бастығы Альбертпен станокта жұмыс жасайтын жас жігіт. Ол гравитацияға қарсы лифт бет кремінің формуласын жасау үшін аран тозаңымен тәжірибе жасайды. Дегенмен формула бірнеше секунд қана жұмыс істейді. Формуланы одан әрі дамытуға қажетті жабдықтар тек жоғарғы әлемде бар. Бір күні жұмыста жүріп, теледидардан Айденді көріп қатты таң қалды. Оқиғадан бері ол оны көрмеген. Ол Трансмирде жұмыс істейді.
Адам оның тірі екеніне сөзсіз қуанады. Көп ұзамай ол да трансмирде жұмыс істейтін болады. Өйткені ол оның бет кремінің формуласын аяқтау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз ете алады. Адам да бала күнгі махаббатымен сонда қайта қосылуды жоспарлайды. Жұмыстағы бірінші күнде адамды ерекше жұмыс орны қызықтырады. Зәулім ғимарат бірнеше қабаттан тұрады. Плюс белгісі бар қабаттар үстіңгі жағында қызметкерлерге, ал минус белгісі бар қабаттар төменгі жағында қызметкерлерге арналған. Адам 0-ші қабатты, яғни ортасында жұмыс істейді. Және онда 2 ғаламшарында қызметкерлері бар. Мекеме басшысы оны жұмыс орнының ережелерімен таныстырады. Оның айтуынша ең төменгі сатыда тұрған адам трансмирде беделді жұмысқа орналасу бақытына ие болды. Ақырында ол адамға жоғарыдағы дүниеден кез келген кері затты ұрласа, оны жұмыстан шығарып түрмеге отырғызатынын хабарлайды. Басқа қызметкер адамға кері зат береді және күйіп қалмас үшін оны тоңазытқышта ұстауға кеңес береді. Үйде жұмыс істегеннен кейін ол жоғарыдан адамдарды зұлым деп санайтын басқа әлемге кеткені үшін оған ашуланған Альбертке оралады. Альберт адамның трансмирде жұмыс істеуге тырысып жүргенде өлуі мүмкін деп қорқады. Бірақ біраз көндіргеннен кейін ол әлі де адамға көмектесуге келіседі. Осы уақытта Айденнің өз-өзіне көмектесу тобында екенін және біз оның апатқа дейін барлық естеліктерін жоғалтқанын білеміз. Ол адамды мүлде есіне түсірмейді. Бір күні жұмыста адам жоғары дүниедегі әріптесі Бобпен Айденмен байланысуды сұрайды. Боб келіседі. Сол кеште адам, Альберт және оның досы Пабло бірге кездеседі. Пабло адамның осының бәрі шынымен де осылай істеуге тұра ма деп сұрайды. Ол Айден енді адаммен сөйлескісі келмейді деп қорқады. Бірақ адам тоқтағысы келмейді. Келесі күні жұмысында адам Бобқа сыйлық ретінде төменгі дүниенің сирек маркаларын береді. Ол бетке арналған креммен қатты жұмыс істей бастайды. Біраз күннен кейін жоғарыдағы үкіметке кремді ұсынады. Ол оны иттің тұмсығына жағады. Содан кейін оның тұмсығы көтеріліп тұрады. Бастыққа қатты әсер етіп, адамға кремнің әсері ұзағырақ болу үшін дайындайтынға көбірек уақыт береді. Адам сол күні үстеме жұмыс істейді. Кеңсе бос болғанда ол орындыққа көтеріліп Бобтың телефонын жоғарғы әлемнен екіншіге қоңырау шалады. Содан кейін ол Бобтың атынан Айденмен кездесуді белгілейді. Кейінірек Альберттің дүкенінде оған жоғары қабатта көмектесу үшін ауыр кері матадан жасалған костюм тігіледі. Алайда үшінші тартылыс ережесіне байланысты адам жоғарыда біраз уақыт болғаннан кейін костюм жана бастайды. Келесі күні адам жұмыста жеке бөлмеде костюм киіп, өзін жоғарыдан келген қызметкер ретінде жасырады. Ол костюмі мен аяқ киімін кигеннен кейін олардың салмағы оның денесінің салмағын өтеп, төбеде жүруге мүмкіндік береді. Ол тез Айденмен жұмыс істейтін қабатқа жүгіреді. Оны көргеніне қуанады, бірақ ол оны танымайды. Оның әріптесі адамға Айденнің амнезиясы туралы хабарлайды. Адам келгені үшін кешірім сұрап, оның бет кремі оны қызықтыруы мүмкін екенін айтады. Ол балалық шағындағы нәрселерді айтып беруге тырысады. Ол есіне түсіреді деп үміттенеді. Бірақ ол тек күледі. Содан оның костюмі ысып бастайды. Адам ваннаға асыға және ауырсынуды сумен жеңілдетуге тырысады. Ол зәр шығару кезінде ағын төбеге көтеріледі. Зәр түтін детекторына түседі. Дәл осы кезде дабыл қағып адамды офицерлер қуады. Бірақ ол қашып үлгереді. Сол түні Пабло мен Альберт оның күйген жеріне жақпа жағады. Пабло Айденге күмәнмен қарайды. Ал келесі күні жұмыста дабыл қағады. Содан кейін басқарма қысқартылатын бірнеше қызметкердің аты жөнін хабарлайды. Бобтың есімі де тізімде. Барлығы кеткеннен кейін Боб пен адам сөйлеседі. Адам Боб үшін өкінеді. Кетер алдында Боб оған картасы, кілті және жеке куәлігі бар қорапты береді. Осылайша адам трансмир ғимаратынан шығып, қаласа жоғарғы аймаққа кіре алады. Бобтың телефонына қоңырау келгенде адам жалғыз қалады. Бұл Айден екен. Ол адамның бір күн бұрын жоғалып кеткеннен кейін қайтып келмегеніне таң қалып, онымен кездескісі келетінін айтады. Адам өте қатты қуанады және онымен мейрамханада кездесуге келіседі. Ал ол жеке бөлмеге барып бүркемелеу үшін костюмді қайта киеді. Содан кейін Боб картасын пайдалана отырып, бұл трансмир ғимаратынан шығып, алғаш рет шынайы жоғарғы әлемге кіреді. Жан-жағына қарап таңғалады.
Сосын Айденге мейрамханаға барады. Адам оның кейбір естеліктерін оятуға тырысады, бірақ Айден өзінің ыңғайсыз сезінеді. Ол кетейін деп жатырғанда Адам оны қалуға көндіреді. Олар біраз уақыт сөйлеседі. Содан кейін Адамның аяқ киімдері кие бастайды. Ол мүмкіндігінше тезірек оралуы керек. Ол мейрамханадан шығып кездесуді келесі күнге қалдыруға туралы келісімге келеді. Адамның аяқ киімі жанып жатыр, сондықтан ол ең жақын көпірге асып теңізге секіреді. Аяқ киімін жоғалтқан бойда оны лақтырып жібереді, басқа төменгі теңізге түседі. Ақыры Адам үйге келеді, бірақ оған суық тиіп қалған. Сол түні Айден өзін және Адамды түсінде көреді. Оның жады қайта орала бастайды. Келесі күні жұмыста крем формуласы дайын. Ол оны басқарма мүшесіне көрсетеді. Адамның қасында бір кемпір отырады. Ол оның бетін крем жаққанда, ол бірден беті тартылып тегістеледі. Басқарма мүшелері оны қолпаштап жатыр. Осы кезде аудиторияға Айден кіреді. Ол адамды байқап оның астында тұрғанын көріп таң қалады. Ол оны балығының алдында Боб деп атайды. Бірақ Адам оған қателескенін және оның аты Адам екенін айтады. Абыржыған Айден сол жерден қашып кетеді. Жиналыс біткен соң Адам костюмін киіп жоғарыға көтеріледі. Ол Айденді іздейді. Бірақ Адам оны ұстап алам дегенше ол ғимараттан шығып үлгереді. Адам Бобтың картасын пайдаланады, бірақ ол Боб жұмыстан шығарылғаннан бері бұл жолы жұмыс істемейді екен. Оның жамылғысының ашылып кеткенін көрген Адам күзетшілерден қашып кетеді. Ол қашып құтылады, бірақ оны төмен түсуге мүмкіндігі жоқ. Айденді таппай көмек сұрау үшін Бобтың үйіне барады. Боб таң қалады, бірақ шын жүректен қарсы алады. Боб болған Адамды төмен түсіру үшін жасаған костюмін беріп жатқанда Адам төбеде отырады. Бұл костюм кері затпен ұзақ уақыт байланыста болса да жанбайтын етіп жасалған екен. Содан кейін Адам оған қызғылт тозаңның сиқырын көрсетеді. Ол екі ғаламшардың сұйықтарын араластырып, екі ғаламшардың да тартылыс күшіне қарсы тұратын қалқымалы зат жасайды. Боб трансформер формуланы тартып алып, оны жуыс пайдасына пайдаланады деп қорқады. Бірақ Адам басқа әлемнің адамдарға құпия ингредиенті қызғылт тозаңды ешқашан айтпағанын айтады. Онсыз компания бет көтеру кремін шығара алмайды. Боб берген костюммен ол мейрамханаға қайтып келеді де, ол жерден Айденді табады. Ол онымен сөйлесуге барады және бір таң қалатыны, ол оны көргеніне қуанышты. Ол оған бірге өткен балалық шақтың үзінділерін есіне түсіре бастағанын айтады. Ақыры олар сүйіседі. Алайда көп ұзамай ол жерге шекара полициясы келіп, олар қоштасуға мәжбүр болады. Адам қашып кетіп, әйтеуір төменге қайтады. Полиция оны әлі іздеп жатыр. Оның қашып кеткені басты тақырыпқа айналған. Төмен түсіп, ол Шалфей тауына мініп Айденнің келуін күтеді. Ақыры ол келеді. Екеуі ауада қалықтап сүйісіп жатыр. Бір топ сарбаз оларды іздеп жатқанда, олар жоғарыда бірге болатын. Ғашықтар қашуға тырысады, бірақ соңында Адам құлап қалады, ал Айденді күзетшілер тұтқындайды. Адам ағашқа қонды және оны кері матадан жасалған костюм соққыдан құтқарады. Адам төменгі әлем көшесіне келе жатқанда оны екі адам ұрлап кетеді. Олар оған Адам оларға бет кремінің формуласын берсе, Айденге тағылған айыпты алып тастауға дайын екендігін айтады. Сосын оны көліктен лақтырып жібереді. Адам енді Айденді ешқашан көрмейтініне сеніп қалыпты өміріне қайта оралады. Осы уақытта жоғарыда Боб Адам көрсеткен формуланы тәжірибе жасап жатыр. Және оның көмегімен олар жоғарыдан келген адамдар төмен түсуі үшін ауырлық күшінің әсеріне қарсы тұра алатынын біледі. Келесі күні Айден Бобқа барып оған көмек сұрайды. Сол күні Адам Альберттің дүкенінде. Боб кенеттен келгенде Адам таң қалып, одан бұл қалай мүмкін екенін сұрайды. Боб шын мәнінде ауада жүзе алады. Адам формуласын қолдана отырып, ол оған кері материяның көмегінсіз төмен тұра алатынын көрсетеді. Ол Адам формуласын жетілдірді. Ал енді кез келген материя кез келген әлемнің тартылыс күшіне қарсы тұра алады. Боб сонымен қатар оған трансформерден бұрын қашықтық кремінің патентін сатып алғанын айтады. Содан кейін Адамға оны кездесуі бар екенін хабарлайды. Көп ұзамай Айден Адамды төменгі әлемнен тауып, оған баласына жүкті екенін, нәтижесінде ол екі дүниеде де еркін бола алатынын айтады. Арада көп жылдар өткеннен кейін екі дүниеде де зәулім үйлер көрініп, екі жақтың да гүлденгенін көрсетеді.
Екі тарап баскетбол ойынын ойнауда. Бұл оқиғаның тамаша аяқталуы. Арналға тіркеліңіздер және басқа да осыған ұқсас видеоларды қараңыз және ұнаса лайк басыңыз. Қарағандарыңызға рахмет және бәріңізге сау болыңыз.